Сәлем баршаңызға, қалайсыздар? Наурызды қалай өткіздіңіздер? Қалай тойладыңыздар? Демалыстарыңыз қалай болып жатыр? Біздер де негізі үйдеміз, бірақ бүгін балаларды таза ауаға, саябаққа әкелуді жөн көрдік. Өзіміз де шығайық таза ауамен жүріп, күннің көзіне шығып, 6 ай қыс үйде жаттық, далаға көп шықпастан. Аяз дедік, боран дедік, балшық дедік, қар дедік. Енді міне жер қарайып күн ашылды, күннің көзі керемет болып тұр. Соған орай бүгін демалысымызды балаларға арнадық. Балаларға өте қатты ұнады. Мұнда адам да әзірге аз. Қазір барлығы кешкісін келетін болады, күндіз көбіне адам аз болады саябақта. Сондықтан да бізге де осылай ұнайды, адамның аз болғаны, өзіңмен өзің демалып, тынығып қайтатын боламыз. Кешкі 5-те карате балаларға, соған дейін қыдырамыз, осында боламыз бұйыртса. Байқалдың аста-аста. Балаларға жақсы көңіл күй сыйлаған, жақсы демалыс сыйлаған әкесіне рахмет көп-көп. Асықпа, алдыңа қара балам, алдыңа қара. Иә. Видео ғой, иә. Күлкіңді ғажайып ағылған, дем арасында мен сағынған арашы жанасы. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Ойларға мазасы шағылған, алысқа кеткенде жаныңнан тасыдым ғашығым. Ең сұлу сезімдерден нәр алған, менің үшін жан едің жаралған сүйіктім, балшырым. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем.
маған саламат.